отыр, өйткені менде шамалы қорқыныш болды бастапқы кезде, өте күрделі диагноз болғаннан кейін. Диагнозым смешанное заболевание соединительной ткани дейді ғой, жаңағы не деп айтсам болады, системное заболевание, синдром Шарпа, синдром Шегрена, синдром Рейно бәрі қосылып кеткен. Осы бір айдың ішінде жақсы нәтижеге жетіп отырмын. Анализдерім осы күні кеше алдым. Өте жақсы. Железо 1-2-ден көтерілмейтін еді. Железом 6 болып тұр қазіргі уақытта. Бір айдың ішінде ол 6-ға көтерілу деген өте жақсы нәтиже деп ойлаймын. Бәріңізге де осы өнімді ішуге кеңес беремін. Қорқпай іше берулеріңізге болады. Бұны ішу үшін ешқандай да диагноздың қажеті жоқ.